Армысыздар, құрметті телекөрермендер. ТВК телеарнасында әдеттегідей тікелей эфир бағдарламасы және де оның жүргізушісімен Азиза Мадияр. Ал бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан облысы сот сараптама институтының жетекші сарапшысы Салима Жансбекова ханым келіп отыр. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Құрметті көрермендер, өздеріңіз біліп те отырған шығарсыздар. Бүгінгі негізгі сұхбатымыздың тақырыбы дәл осы сот сараптама жұмыстарына, зерттеу жұмыстарына арналатын болады. Салима ханым негізі экономикалық саладағы сарапшы болғандықтан, осы тақырыпта қандай да бір сауалдарыңыз туындаған жағдайда міндетті түрде 56-10-39 нөміріне немесе әлеуметтік желідегі біздің ресми парақшамызға жолдай аласыздар. Ендеше біз негізгі сұхбатымызды бастайық. Жалпы сот сараптама жұмысы деп жатырмыз, оның ішінде экономикалық сараптама. Нені зерттейді, қандай мәселелерді зерттейсіздер, көп жағдайда қандай іс келіп түседі сіздерге? Оңтүстік Қазақстан облысы сот сараптама орталығында әртүрлі сот сараптама зерттеулер жүргізіледі. Оның ішінде 2017 жылы сот сараптама, әртүрлі сот сараптама бойынша 5634 дана сот сараптама зерттеулер жүргізіліп орындалды. Оның ішінде 90 данасы сот экономикалық сараптамасы болып орындалды. Сот экономикалық сараптама ең маңызды сараптамалардың бірі деп айтамын. Бұл сот экономикалық сараптамасында келеңсіздік жағдайлар, даулы жағдайлар туындағанына байланысты азаматтық қылмыстық істер жүргізіліп жатады. Бұл даулар қаржыға байланысты. Сол себепті сот экономикалық сараптамасы жөнінде айта кететін болсақ, сот экономикалық сараптамасы мынандай даулы жағдайларды шешеді. Қаржы несиелік, банктегі қаржы несиелікті өндіру, кәсіпорындар арасындағы берешектерді өндіру, еңбекақы есептеу туындаған жағдайда берешектерін өндіру туралы, және салық және бюджет міндетті, басқа да міндетті төлемдерінің берешектерін, мемлекетке берешектерін өндіру болып табылады. Болған азаматтық істер менен қылмыстық істер жүргізіледі. Азаматтық істер бойынша ұйғарыммен тағайындалып, қылмыстық істер бойынша қаулымен тағайындалып, зерттеулер жүргізіліп жатады. Түсінікті. Негізі, мысалы, Салима ханым, егер сіздерге бір іс түсетін болса, қанша уақытта сіздер оны жүргізіп бітесіздер? Заң жүзінде бекітілген ба күндері? Қиынға соғады ма негізінде дәл осы қаржы жағынан сала болғандықтан есептеулер бар, мұнда. Сондықтан уақыт ұзаққа созылады ма? Немесе белгіленген, шектелген уақыт бар, осы уақытта біту керек, және қанша маман жұмылдырылады, немесе осы істің күрделілігіне байланысты мамандарды көптеп қосады ма жұмысқа? Бізде сот экономикалық сараптамасында күрделілік санаттарына бөлінеді. Жай, күрделі, орташа, аса күрделі болып бөлінеді. Сот сараптамалық 30 күн мерзімде беріледі. Жай сот сараптамалық зерттеулер 20 күн көлемінде зерттеледі. Құжаттар толығыменен ұсынылмалы жағдайлар туындап жатады біз жақта. Сол үшін біз құжаттардың толық ұсынуын сұранып, өтініш хат жолдаймыз. 10 күн жұмыс күн уақыт мерзімін береміз. 10 күн жұмыс уақыт мерзімінде есіле құжаттар толығыменен қанағаттандырылмаған жағдайда ұсынылған құжаттар бойынша зерттеу жүргізіледі. Немесе толығыменен сұрақ қойылған сұрақтарға жауап беріле алмайтын жағдайларда орындаусыз кері қайтарылып жатады. Аса күрделі сот сараптама, күрделі сараптамаларымыз 30 күн мерзім беріледі. Түсінікті. Негізінде экономикалық саласы болғаннан кейін, әрине қылмыстықта сот сараптамалары қиынға соғады, одан бөлек бұның да өзінің әрбір саланың қиындығы бар дейміз ғой. Дегенмен сіздерде маман тапшылығы орын алмайды ма? Қазіргі таңда облыс бойынша енді сарапшысы болғандықтан, жетекші сарапшы болғандықтан, бұл салаға енді аяқ басамын, осы салада жұмыс жасаймын дейтін жас мамандар қаншалықты белі сіздерге қарай бұрып тұрады осы салаға? Әрине, олар мамандықты бітірілгеннен кейін бізге жұмысқа орналасылғаннан кейін 7-8-9 ай стажировкада өтеді. Содан кейін барып, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің комиссиясы түзілген аттестациялау комиссиясынан аттестациядан өтіп, экономикалық мамандығы болу керек. Одан кейін осы мамандығы, алып жатқан мамандығы бойынша білімділік
біліктілігі болу керек, міндетті түрде. Сонда ғана қолда бар диплом деп келе бермейді дейсіз ғой? Келе бермейді. Сонда ғана бізге жұмысқа қабылданып, ары қарай жұмыс. Қазіргі таңда сот сараптама институтында осы экономикалық сарапшылардың саны жеткілікті ма, немесе керек пе мамандар? Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бізде қазір 3 сарапшы, экономикалық сарапшы қызмет атқарады. Керек деп айта аламын. Өйткені тапшылық бар бізде. Орын алып жатыр ғой. Орын алып жатыр. Өйткені келіп түскен сараптамалардың бәрі бізге күрделі. Аса күрделі болып келіп жатыр. Қанша осы іс түсіп жатады деп айтып жатырсыз, осы қаржы көбінесе несие алған жағдайда, кәсіпкерлердің бір-біріне берешек жағдайда дейсіз. Нәтижесі қай жағына қарай шешіліп жатады, сараптаманың нәтижесі? Сіздер енді заң жүзінде атқарғандықтан бірінші немесе екінші тарапқа жаңағыдай былай көңіл бөлу деген ондай орын алмайды ғой. Дегенмен сараптаманың нәтижесі көп жағдайда қалай шешіліп жатыр? Сараптаманың нәтижесі көп жағдайда мақсат өндіріп алу. Өндіріп алу. Көп нәтиже бере ма дегенім ғой. Толығымен құжаттар ұсынылып жатса, әрине оң нәтиже береді. Ал толығымен құжаттар ұсынылмай болып жатқан уақытта ол толығымен нәтиже берілмейді. Мысалы үшін 10 сұрақ қойылса, оның 5-6-ына ғана жауап беріледі, қалғанына жауап берілмейді. Сол үшін біздің сұранарымыз қандай болған жағдайда да құжаттар толығымен жүргізілу керек. Мәселен, көп жағдайларда мұны сауда-саттық кәсіпорындарға келетін болсақ, сауда-саттық кәсіпорындардың жұмыс берушілер мен жұмысшылардың арасындағы келісім шарттары, жауапкершілік келісім шарттар толығымен орындалмай жатады. Ол жерде ақшалардың, тауарлардың жетіспеушілігі пайда болып жатады. Сол уақытта олар құқық қорғау органдарына жүгініп жатады, арызданып жатады. Ал арызданғаныменен есілі құжаттардың барлығы түгеліменен болмаған жағдайда, келісім шарттар түзілмеген жағдайда ол сұрақтар жетіспеушілігі анықтау мүмкін болмайды. Сол үшін айта кететін жайт, ондай жағдайларда берешектерді анықтау, қарыздарды анықтау жағдайда сауда-саттық мәселесінде бұл жерде көбінесе екі жақтама тетрад қолданып жатады. Ол тетрад біздің бухгалтерлік заңымызға, біздің сот сараптама заңдарына сәйкес келмейді. Сол үшін сұрақтар, қойылған сұрақтар анықталмай жатады. Және менің айтат кететінім, осы құжаттардың бәрін толығыменен ұсынуларын сұранамыз. Ол жерде нәтижесі соған байланысты. Осы жұмысшы берушінің бұйрықтары, екі арақ жауапкершілігі арттыру туралы келісім шарттары болу керек. Тауарларды қабылдағаны, тауарларды өткізгені, кассалық отчеттері бойынша ақшалардың қабылданғаны, шығыс болғаны, кіріс болғаны, және осы түгендеу актыларыменен мекеменің басшыларына комиссия құрылып, сол комиссиямен инвентаризациялар жүргізіліп жасады. Ол инвентаризация бойынша актылары түгеліменен болу керек. Сондай жағдайда ғана жетіспеушіліктерді анықтай аламыз. Сәлима ханым, бізге әлеуметтік желі қолданушыларынан сауал келіп түсті. Соның бірін оқысақ, Айдос Бекенұлы мырза, тек экономикалық па, әлде азаматшалардың жеке басындағы жайттар ма, яғни қарастыратын, зерттелетін істерге байланысты сұрақ қойып жатыр. Сіздердің құзыреттеріңізді экономикалық қана шешесіздер ме, немесе жеке тұлғалардың? Жеке экономикалық зерттеулерге байланысты қазіргі таңда жеке және заңды тұлғалардың да ақылы сараптама зерттеу жүргізіліп жатады. Ақылы сараптама зерттеу жүргізіліп жатқан кезде ол жерде біздің осы жаңандегі сот экономикалық түрлері бар. Шаруашылық, операциялар, сот сарапшылық зерттеу, сот сарапшылық бухгалтерлік зерттеу болып бөлінеді, сот сарапшылық қаржы несиелік зерттеу, сот сарапшылық бюджеттік салықтық зерттеу болып табылады. Осы түрлер бойынша ақылы сараптамада жүргіземіз. Ол жақында қосылған негізгі қызмет түрі ғой. 16 август 2017 жылы бекітілген. Бағасы бекітілді ма? Қанша грантыменен 74.275 теңге. Бір сот сараптама. Бір сот сараптама. Осындай өтініштер келіп жатыр ма? Біздің облыс тұрғындарының қалтасы көтереді ма дегенім ғой, дәл осы бағаны? Көтереді деп ойлаймын. Өйткені сот экономикалық сараптамасы өте
көп жұмыс талап етеді. Көп жұмысты талап етеді. Түсінікті. Тағы да бір сауал келіп түсті. Сағындық Жаныспаев мырзадан. Сот сараптамасы экономикалық құжаттардың дұрыс-бұрыстығын қай әлеуметтік мекемелермен бірлесе шешеді. Және бағытталған құжаттардың мерзімді болуына Әділет департаментінің ықпалы қаншалықты? Медиа 10 ақпараттық агенттігінің тілшісі Сағындық Жаныспаев мырза сауалын жолдап отыр сізге. Қандай сауал? Қайталап жіберіңіз. Жалпы сот сараптамасы экономикалық құжаттардың дұрыс-бұрыстығын анықтау қай әлеуметтік мекемелермен бірлесе шешесіздер? Немесе өздеріңіз ғана осы анықтайсыздар ма? Жоқ. Қазақстан сот экономикалық зерттеу кезінде біз Қазақстан Республикасының конституциясы менен және осы қызметінің құқықтық негізін құрайтын Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі менен, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі менен, Қазақстан Республикасының салық және кодексімен, сот сараптамасы қызмет туралы кодексіменен, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік құжат, қаржылық яғни бір қатар мекемелермен сіздер бірге жұмыс жасайсыздар. Сол заңдарға сүйеніп және реттелген нормативтік құқықтық актілер бойынша зерттеу жүргізіледі бізде. Яғни тек қана бір ғана сіздердің мекемелеріңіз емес, бірнеше әлеуметтік мекемелермен бірлесе атқарылатын жұмыс істер. Осы заңдарменен бірге заңға сәйкес. Келесі сауалы, осы бағытталған құжаттардың мерзімді болуына Әділет департаментінің ықпалы қандай дейді? Бағытталған дәл осы құжаттардың мерзімі. Құжаттардың мерзімі Әділет департаментінің қаншалықты осы сіздердің салаңызға жақындығы? Біздің Әділет департаментінің бізге тиісті заңына байланысты құрылған, бекітілген заңына сәйкес біз жүргіземіз. Сот сараптама қызметі туралы заңында бекітілген. Яғни бұл департаменттің ықпалы бар дейсіз ғой? Ықпалы бар. Сол ықпалыменен біз жаңа заңда бекітілген жаңа күндерді, қанша мерзімде аяқталатыны, қанша мерзімге өтініш қанағаттандыраты жөнінде бекітіліп, сол қызметтермен біз зерттеу жүргіземіз. Түсінікті. Жалпы негізі Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша болғандықтан, сіз айтып отырсыз, қазір 3 маман жұмыс істейміз деп, егер аудандарда дәл осындай қаржылық мәселеге, қаржылық дауға туындаған жағдайда кәсіпкерлерде болсын, мейлі жеке тұлғаларда болсын, міндетті түрде осы Шымкент қаласына сандалып келуге мәжбүр болады ма? Немесе дәл осы қызмет алуға сол аудандарда немесе ауылдарында қандай да бір мекемеге барып өтініштерін тастауға мүмкіндік бар ма? Ондай мүмкіндіктер жоқ. Осы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша осы Оңтүстік Қазақстан облысы институтында ғана зерттеледі. Экономикалық зерттеуіміз. Яғни сіздерге келу керек? Бізге келу керек. Құқықтық органдар арқылы сараптама тағайындауға да болады, жеке заңды тұлғаларда келіп тағайындауға болады. Негізі бөлімшелерді ауданнан ашу жоспарда жоқ па әзірге? Әлде келіп түсетін өтініш дәл осы салаға деген сұраным дейміз ғой? Ондай сұранымдар қазір бізге болып жатқан жоқ. Болып жатса, аудандардан болып жатқан жоқ, болып жатса шешіледі деп ойлаймын менде. Яғни ол сұранысқа байланысты ғой? Сұраныстарға байланысты. Негізі статистика жұмыстары бар ма? Өткен жылы қанша өтініш келіп түсті? Және де осы жаңадан қосылған қызмет түрі ақылы түрде көрсетіп жатсыздар ғой енді? Ақылы түрде сот сараптама жүргізіліп жатыр. Қаншалықты көп жиі келеді? Бізге келіп жатқаны қазір банк, несиелік қаржылар жөнінде келіп жатыр. Ол жерде несиелерін төлей алмай қалған жеке тұлғалар банктан арызданып келіп жатыр, өздері келіп есептеліп жатыр. Ол жерде негізгі қарыздарын, мерзімі өткен негізгі қарыздарын, сыйақылары туралы, және мерзім өткен сыйақылары, және пения есептелініп жатады, кешіктіріліп төлеп жатса, сол пениялары қаншалықты есептелініп жатыр, дұрыс есептелініп жатыр ма? Қосып жатқан жоқ па деген оларда болады ғой? Ондай ойлар болады. Солардың дұрыс есептелінген жою үшін сіздерге келеді? Біздерге келеді. Біз соны анықтап береміз. Зерттеп, қай мерзім уақытын айтса, сол мерзім аралығының барлығын біз зерттеп береміз. Егер дәл осы жағдайда несиеге байланысты, дәл осы тұтынушының бір қандай да бір банктен несие алды, белгілі бір мерзімде төлемей қойды. Сіздерге жүгінді арасындағы, яғни
үстеме ақысы қаншалықты дұрыс есептелген? Егер дұрыс есептелмеген жағдайда банк оны сот сараптамасының нәтижесіне байланысты сомасын қысқарта алады ма? Міндетті ма заңға сәйкес? Әлде сотқа жүгіну керек па міндетті түрде? Сот шешім шығарады. Бірақ сараптама заңды болып саналады. Сіздерден шыққан сараптама. Сол сот шешеді. Жеңу мүмкіндігі болады ғой енді қолда құжат болғаннан кейін. Көп жағдайда. Бірақ сіздер сотқа әрмен қарай қатыспайсыздар. Негізгі жұмыстарыңыз зерттеумен шектеледі. Түсінбеген жағдайда бізді сот шақырады. Обязательно шақырады. Ол уақытта соттың қойылған сұрақтарыменен тараптардың қойылған сұрақтарына жауап береміз. Түсінбеген жағдайларында түсіндіріп береміз. Түсінікті. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан облысы сот сараптама институтының жетекші сарапшысы Сәлима Жансбекова ханым келіп отыр. Дәл осы салаға байланысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде қапы қалмаңыздар. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға немесе 561039 нөміріне хабарласа отырып, жолдауға, пікірлеріңізді қалдыруға, ұсыныстарыңыз болса, оны да айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да қапы қалмаңыздар, өйткені бізге берілген уақыт та тығыз. Біз сұхбатымызды жалғастырсақ, бұдан бөлек бұл сот сараптамада негізі бәрімізге белгілі зерттеу әдісі үшін заманауи құрылғылармен қамтылу қажет деген тақырып осыған дейін үкімет отырысында да қозғалған болатын. Бізге Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары келіп, дәл осы саламен танысып шыққан, жұмысының бағыттарымен қандай мәселе орын алып жатыр демекші. Сол мәселенің бірі біздің ғимаратымыз. Оның ескілігінде одан бөлек мамандардың тапшылығы да сөз болды. Дегенімен енді осы сот экономикалық саласына келетін болса, қандай мәселе бар дәл қазіргі таңда маман тапшылығынан бөлек? Маман тапшылығынан сіздер қандай зерттеу барысында, сіздерге құрал қажет емес қой, мысалы қылмыстықта міндетті түрде керек енді. Бізге біздің зерттеуге экономикалық зерттеуге тапшылығымыз жоқ. Өйткені бізді жаңа компьютер құралдары, ең бастысы техникалық компьютер, калькулятор, құжаттар түгел болған жағдайда зерттеу ол яғни аса бір керектей бір технология керек емес. Маманның біліктілігі бастысы. Оны біз криминалистикалық, математикалық, жаңағындай әдістемелер бойынша жұмыс жүргізіп жатамыз. Экономикалық әдістемелер бойынша заңға сәйкес жүргізіп жатамыз. Ол әдістемелердің барлығы уақытысында бізге жетіліп жатады. Мемлекеттік тіркеуден өткен заңға сай біз сол арқылы зерттеулер жүргізіп жатамыз. Ол жақтан бізге кемшіліктер болып жатқан жоқ. Түсінікті. Жалпы тағы да бізге сауал келіп түсті. Әлеуметтік желі қолданушыларынан Айдос Бекенұлы мырза, жауап бергендеріңізге рахмет, жұмыстарыңыз алға бассын. Негізі тілегін білдіріп жатыр. Сауал деп ойладық. Үлкен рахмет, Айдос мырза. Жалпы енді мына мәселеге келетін болсақ, жаңа айтып өткендей маман тапшылығы дедік. Одан бөлек қазіргі таңда сіздерге студенттер келген жағдайда тәжірибеден өтеді, міндетті түрде. Міндетті түрде тәжірибеден өтеді. Әрмен қарай оны жұмыспен қамтуға қаншалықты мүмкіндік жасалған? Дәл осы тәлімгерді. Әр бөлім бойынша өз мүмкіншіліктері бар. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, техникалық құралдар, жаңағы нелерде қолдана білу керек. Біздің өзімізде компьютерлік әдейнес бағдарламаларын бәрін жетік меңгеру керек. Заңдардың бәрін, бухгалтерлік заңдардың бәрін білу керек. Ол салық кодексіне байланысты, мысалы үшін бюджетке төленетін төлемдер туралы салық кодексін жақсы меңгеру керек. Құжаттардың, мысалы үшін біздің мынау құжаттардың көбісі қалай орындалуы, құжаттардың қалай толыққанды болуы біздің бухгалтерлік заңымызға, салық кодексінің 263 статьясы, 56 статьясы 2 пункттарына сәйкес жүргізіліп отыру керек. Сонда ғана құжаттар толыққанды болады. Ол жерде құжаттарда көп жағдайлар сауда-саттық орындарда құжаттар толығымен жүргізілмейді. Айта кететін жайт мына ломбардтарда құжаттар толығымен толтырылмайды.
бухгалтерлік құжаттар толығымен жүргізіліп жатқан жоқ. Сондықтан сіздер сараптаманы соңына дейін жүргізе алмайсыздар. Жүргізе алмаймыз, кедергі болады бізге. Нәтиже шықпай ма сонда одан? Нәтиже шықпайды. Шешілген жағдайда да бір-екі сұрақтар ғана шешілуі мүмкін, но алтын бұйымдардың ақшалардың жетіспеушілік жағдайы шешілмей жатады. Сол үшін мен айтатыным, осы басшылары, осы ломбардта істейтін басшылар, сауда-саттық орында істейтін басшылардың барлығы құжаттарын қадағалаған дұрыс деп ойлаймын. Екі тарап арасында сіз айтып отырған оның жаңағы ломбардтың жұмыскерлері және де оның басшысының арасында дау туындайды ғой, алтын жетіспеушілігіне байланысты. Бірақ сіздер өкінішке орай құжат болмағандықтан нақты айта алмай жатырмыз. Түсінікті. Жалпы баршамызға белгілі, құрметті көрермендер, қазіргі таңда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауына сәйкес, кезекті жолдауына сәйкес, жалпы цифрландыру, яғни Қазақстанда дәл осы бағдарламаны қазірден бастап қолға алған өңірдің бірі дәл осы оңтүстік Қазақстан облысы. Енді соның қатарында сіздердің жұмыстарыңыз әрине осы сот сараптамасының нәтижелері қаншалықты электронды форматқа көшіп жатырсыздар? Қағаз бастылық жойылып жатыр ма сіздерде? Бізде электрондық жағынан да жүріліп жатыр, қағаз жағынан да. Бірге алынып жүрмеді. Өйткені электронный жағына обязательно қағаз жүзінде первичный документ дейді ғой, заңымызға сәйкес керек. Өйткені екі жақтама қол қойылып жатады. Екі жақтама қол қойылып құжаттар түзілгеннен кейін барып ол электрон форма ауыстырылып жүргізіледі. Бірақ екеуі де сақталады. Да, екеуі де сақталады. Бірақ біздің сот сараптамалық зерттеуіміз алғашқы бухгалтерлік құжаттар деп жатамыз ғой. Қағаз жүзіндегі құжаттарға сүйеніп жұмыс істейміз. Ол өйткені ол жерде екі жақтама мөрлер басылып, екі жақтама қолдар қойылып. Яғни бұл салада қағаз бастықты толық жою деген мүмкін емес қой, шыны керек. Жұмыс қажет етеді. Қажет етеді. Если компьютер жақта электронный өшіп кеткен жағдайда, неғын жағдайда, мұны первичный документ сақталынады. Негізгі мақсат бұл жерде бір жағынан бюджетті үнемдеу, екінші жағынан халықтың жаңағы сауаттылығын көзін ашу болған еді ғой цифрландыру бағдарламасы аясында. Дегенмен кейбір салаларда бәрібір дәстүрлі дейміз ғой, енді бұл қағаз бастылықты керек қой, сіздің пікіріңіз. Бұл салада керек, толығымен жою мүмкін емес. Мүмкін емес. Бұл салаға керек деп айтам. Жалпы бұл салада жұмыс атқарған біраз уақыт болды, жетекші сарапшы болғаныңыздан кейін. Қандай кедергілерге осы құжаттан бөлек ұшырап жатасыздар? Екі жақтың дауы сіздерге кесірі тиіп кетпейді ме? Мысалы, сіздер сараптама нәтижесін шығардыңыздар, бірінші жақ келіспейді, екінші жақ келіспейді, сіздерге жаңағыдай жала жауап дегенде дұрысымен шығарылды деп, ондай жағдайлар орын алмай ма? Орын алып жатады, если екі жақ келіспеген жағдайда, сарапшының пікірімен келіспеген жағдайда ол қайталама сот сараптама тағайындалуға болады. Ол қайтарама сот сараптамасы, если оңтүстік Қазақстан облысының сот сарапшыларына тағайындалмаса, Астана қаласындағы сарапшыларға тағайындауға болады. Осы Қазақстан мемлекетіндегі сот сараптама орталықтарына тағайындауға болады. Қайсы бірінің қаласы сол жақта. Үлкен рахмет, Сәлима ханым. Жалпы бізге берілген уақыттың аяқталуына небәрі 3 минут қалды. Сондықтан біздің оңтүстік Қазақстан облыс тұрғындарына дәл осы салаға байланысты қандай да бір жаңашылдығыңыз болса, айтатын хабарландыруыңыз болса, мархабат, тікелей эфирді пайдаланып айтуыңызға мүмкіндік бар. Так, айтатын жағдай осы құқық қорғау органдарына арызданбай жатып, бірінші очередте өздеріңіз құжаттарыңызды түгеліменен жүргізулеріңізді сұранамын. Қандай болған жағдайда да мына салыққа байланысты салық берешектері қарыз болып жатады, еңбекақы қарыз болып жатады, мына сауда-саттыққа, кәсіпорындарға байланысты құжаттардың барлығын заңымызға сәйкес, бухгалтерлік заңға сәйкес, салықтық кодексіне сәйкес жүргізіліп жатса, бұндай қиындықтар туындайды деп айта алмаймын. Сол үшін сіздерден өтінішіміз заңға сәйкес жүргізулеріңізді сұранамыз. Және айта кететін, мына жеке тұлғаларға бойынша, заңды тұлғалар бойынша ақылы сараптама жүргізіп жатырмыз. Осы ақылы сараптама бойынша жүгінулеріңізді де сұранамыз. Біз зерттеп, бәрін анықтап береміз. Үлкен рахмет. Жалпы жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой,
негізгі жаңа құжаттарды түгелдеуін сұраймыз. Түгелдемеген жағдайда оларға ешқандай шара көрінбейді ме? Ондай жағдайда қойылған сұрақтары шешілуі мүмкін емес. Яғни егер ол ақылы түрде осы неге келетін болса, қызмет түріне жүгінетін болса, құжаттар түгел емес, бірақ ол азаматтың ақшасын қайтарып ала алмайды. Ақшасын қайтарып ала алмайды, өйткені ұсынылған құжаттар бойынша ғана біз бар құжатпен шешім айтып бересіздер. Толық айтпадыңыздар деп уәждерін, бірақ олар қалдырылады ғой, ол қарастырылады ғой. Өйткені баста келісімшарт түзіледі, өтініш жазылады, өтініш хат. Яғни бұл алдын ала ескертілетін нәрсе, құжатқа байланысты. Келісімшарт түзіліп, содан кейін барып зерттеу басталады. Сондықтан бұндай келісім шарт міндетті түрде екі тарап арасында дау болмастың негізгі алғышарттарының бірі дейсіз. Жұмыстарының бірі. Түсінікті. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған оңтүстік Қазақстан облысы сот сараптама институтының жетекші сарапшысы Сәлима ханым болатын. Ұтымды жауаптарыңызға, осы берген мәліметіңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта дәл осы салаға білікті де білімді жас мамандар келіп, сіздердің жолдарыңыздармен қарай жалғастыратын болады деген үміттеміз. Әрдайым бұл салада маман тапшылығы орын алмасын, бастысы негізгі зерттеулер, жұмыстар әділетті түрде іске ассын дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, алдағы уақытта қай саланың маманы, қай басқарманың басшысын біздің бағдарламада қонақта көргілеріңіз келеді. Міндетті түрде пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды біздің әлеуметтік желідегі парақшада қалдырсаңыздар болады, ескерусіз қалмайды. Өкінішке орай бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау саламат.